Баршаларыңызға ассалаумалейкум. Бүгінгі тақырып Шәуәл айындағы 6 күндік ораза. Бұл жайында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деген: кім Рамазан айында парыз ораза ұстаған соң Шәуәл айында қосымша 6 күн ораза ұстаса, 1 жыл бойы ораза ұстағандай болады деген. Бұл оразаны қашан ұстайды? Рамазан айы біткен соң 3 күн айт болады. Сол айттың 2-ші күннен бастап Шәуәл айының оразасын ұстай беруге болады. Ал егер мынандай сұрақ туады: Рамазан айында қаза күндерім болса не істеймін дейді. Бірінші, Рамазан айының қаза күндерін өтеп аласыз, одан кейін барып Шәуәл айының оразасын ұстайсыз. Шәуәл айының оразасын бәрін бірденен немесе бөліп, сол бір Шәуәл айының көлемінде ұстап бітсе болады. Шәуәл айының оразасын тура Рамазан айындағыдай таң намазы кіруге 10 минут қалғанда ауыз бекітіп, ақшам намазының кіруімен ауыз ашады. Шәуәл оразасының ниеті: ниет еттім Алла ризалығы үшін Шәуәл айындағы нәпіл оразаның 1-ші күнін ұстамаққа. Қаза оразасының ниеті: ниет еттім Алла ризалығы үшін осы жылғы Рамазан оразасынан қалған пәлен күндік, мысалы 4 күндік қаза оразаларының 1-ші күнін өтемекке. Осымен видео аяқталды. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Достарыңызға, жақындарыңызға таратыңыздар, және де сұрақтарыңызды комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Баршаларыңызға ассалаумалейкум.